Бүгін ары ойланып, бері ойланып, осындай қалып кеткен сармайлардың барлығын жинастырып, күшті пирог жасайын деп жатырмын. Бір жұмыртқа, шекер, сары май, разъединитель керек болады. Дәл осы кезде жолдасым алғыс айту күніне маған ет алып келіп берді. Мен жолдасыма алғысымды айттым. Жолдасым, сен қуырдағыңды жақсылап тұрып, қуырғын, мен саған алғыс айтайын деді ғой. Еттің барлығын тұздап, бір жілік ет екен, сіздер бір жілік етті қанша күнге жеткізесіздер? Қуырдағымды енді жасап жатқан кезде үйге қонақ келетін болды. Сонымен 9-10 адамға шақтап, тағы да етімді қосып, қуырдақ жасап жатырмын. Алла қаласа, бүгін тағы да қонақ келеді, ертең тағы да қонақ күтеміз, жеңгелеріміз келеді, риза болып пирог барлығын пісірейін деп жатырмын. Айтпақшы, бағана пирог жасаған болатынмын ғой, есімнен шығып кеткен екен ғой, сол пирогтың барлығын қамырын илеп қойдым. Ол пирогты ертең жасайын деп шештім. Ертең жасаймын дегенім сол еді, қызым жылап кетті ғой, жоқ, бүгін жасайық, мен сіздің пирогыңызды күтіп жүрмін дегеннен кейін бүгін жасайын деп шештім. Тағы да пирогым міне осындай болып пісті, өте дәмді болып шығады. Қаймақты пирог жасадым. Менің қуырдағым дайын, бізге ас болсын. Сіздер қандай ас дайындап жатырсыздар? Сіздерге де ас болсын.